Банан латын тілінен аударғанда ақылды адамның жемісі деген мағынаны білдіреді. Бананды жақсы көрмейтін адам кемде кем шығар. Ол пайдалы, дәмді болумен қатар басқа жемістерге қарағанда тойымды болады. Жеміс жидек құрамында адам ағзасына пайдалы дәрумендер мен минералдар өте көп. Ал бананның адам ағзасына қандай пайдасы бар екеніне тоқталатын болсақ. Жоғарыда айтқандай, банан ақыл-ой қызметін жақсартады. Жоғары мөлшердегі калий адамды жаңа ақпарат алып, танып білу жағынан қолайлы жағдай жасайды. Бұл әсіресе сабақ оқу немесе емтиханға дайындалу кезінде таптырмайтын құрал. Банан депрессиямен күресуде көмектеседі. Оның құрамында триптофана заты бар. Бұл триптофананан қуаныш гормоны серотонин синтезделеді. Сондықтан бір банан жеп, көңіл күйді айтарлықтай жақсартуға болады. Банан әлемдегі аллергия тудырмайтын жалғыз ғана жеміс. Тіпті жас нәрестелерде де банан ешқандай гиперсезімталдық, яғни аллергия көріністерін бермейді. Сүйектерді қатайтады. Банан арқасында ағзадағы кальций жиналып тұрады. Қалыпты жағдайда ағзадан кальций сынды пайдалы минералдар, зәрмен сыртқа шығып кетіп отырады. Ал банан әсерінен керісінше кальций жиналып, сүйектерді қатайтуға қатысады. Бұл әсіресе кофе ұнататын адамдарға пайдалы. Себебі, біле білсеңіз, кофе керісінше ағзадан кальцийдің шығарылуына септігін тигізеді. Ішек микрофлорасын жақсартады. Банан құрамындағы ферменттер арқасында ағзаға тағаммен түскен пайдалы заттар әдеттегіден қарағанда жылдамырақ сіңіріледі. Іш қатуы бар адамдар үшін банан өте пайдалы жеміс. Әрдайым банан жеу іш қатудан мықты қорғаныс бола алады. Банан асқазандағы изжога секілді жағымсыз жағдайдан құтылуға да бірден бір себеп. Асқазан жарасы. Банан жегеннен кейін ол асқазан шырышты қабатында қорғаныш қабатын түзеді. Соның әсерінен ондағы қышқылды агрессивті заттар асқазан шырышына зиян тигізе алмайды. Бұл әсіресе асқазан жарасымен ауыратын адамдар үшін пайдалы. Себебі асқазан әртүрлі бөлімінде орналасқан жараларды жауып, қышқылдан қорғаған сайын оның жазылуы да жылдамырақ жүреді. Диарея кезінде көмек. Диареядан зардап шегетіндерге банан жеу ұсынылады. Бұл жақсы қалпына келтіргіш жеміс. Көп жүріп, физикалық жаттығулармен айналысып, спортпен айналысатындар үшін балтыр бұлшық етінің дірілінен сақтайтын қасиеті бар. Себебі банан құрамындағы калий бұлшық етке оң әсер көрсетеді. Ісінулер. Бананды жиі жеу ағзадағы ісінулерден арылтады. Энергия көзі. Егер спортпен шұғылданбас бұрын банан жеп алсаңыз, бұл жаттығулардың эффективті өтуіне септігін тигізеді. Себебі ағзада қант мөлшері көбейіп, энергия жаттығулардың соңына дейін жететін болады. Ас қорытуды жақсартады. Банан құрамындағы пектин және хелат тәрізді заттар ағзадан токсиндер мен басқа да зиянды заттарды шығарып, астың жақсы қорытылуына алып келеді. Анемия. Қаны аздар үшін де банан таптырмайтын тағам. Оның жұмсақ затындағы темір мөлшері айтарлықтай көп болуы анемиясы бар адамдардың тағам рационына қосуға бірден бір себеп болып табылады. Жүрек ауруында да өте пайдалы. Бананның құрамындағы калий қан тамырлардың жағдайын жақсартып, инфаркт және инсульт пайда болу жиілігін азайтады. Гипертонияға ем бола алады. Яғни қан қысымы жоғары кісілер бананды күнделікті қолданатын болса, қан қысымын ретке келтіруге де көмектеседі. Иммунитетті нығайтады. Бананда бар антиоксиданттар және аминоқышқылдар ағзаны қолайсыз факторлардан қорғап, қорғаныштық қасиетін, яғни иммунитетті жоғарылатады. Бүйрекке де пайдасы мол. Оның құрамындағы пайдалы заттар, микроэлементтер бүйрек қызметіне көмектесіп, құм мен тастардан арылуға көмектегізеді. Жүрек айну. Банан жүрек айну немесе жүктілер токсикозы кезінде
көмектесетін ғажап тағамдардың бірі. Сонымен қатар банан ыстықтан қорғаныш болып келеді екен. Банан дене температурасын қажет кезде төмендету қабілеті бар. Бұл әсіресе күн ыстық немесе қызба кезінде аса пайдалы болып келеді екен. Шылым шегуді қою үшін де өте пайдалы. Никотинді тәуелдіктен құтылып келе жатқан адам үшін банан жеу пайдалы. Көп мөлшердегі дәрумендер, калий, магний ағзадағы қалып қойған никотинді шығарып, темекісіз өмірге жылдам үйренуге алып келеді. Артық салмақтан арылуға да көмектеседі. Банан жасұныққа бай болғандықтан, соның арқасында адамның қарны аша бермейді. Яғни банан жеген соң адамда тоқтық сезімі туындайды. Бүгінгі ақпараттым сіздерге ұнады деген ойдамын, және де осы видеоны өз достарыңызбен бөлісіп кетіңіздер. Каналдың дамуына өз үлестеріңізді қосып, маған тіркеліп кетсеңіздер, сіздердің болмашы әрекеттеріңіз мені шабыттандырады. Менімен бірге соңына дейін болғандарыңызға көптен көп рахмет. Сау да саламат болыңыздар, ауырмаңыздар.